Павлодар ғалымдары облыс орталығына жақын жерден бірнеше қор тапты. Павлодардың іргесіндегі қима қыпшақ дәуіріне жататын қорғандар 2,5 шақырымдық жерге созылып жатыр. Қазба жұмыстары барысында олардың басым бөлігі тоналып кеткені анықталды. Бугровщик дегендер кім? Бугровщик деген қорғандағы алтындарды тонайтын орыстар. Ертіс пен Енесай аралығында мыңдаған ескі қорғандар болған. 17 ғасырдың аяғына дейін, яғни орыстар түркі жерінде пайда болмағанға дейін қорғандарға ешкім тиіспеген. Өйткені жергілікті түркі халықтарына қорғандар киелі орын болып саналған. Десе де, отандық тарих үшін оның құндылығы аса маңызды. Мамандардың айтуынша, бұған дейін дәл осы жерде жібек маталарының бірнеше қиындысы табылған. Қорымдар кешені Павлодар маңындағы Кенжекөл және Байдала ауылдарының маңында орналасқан. Қима қыпшақ кезеңдеріне тиесілі тарихи ескерткіштер 9-10 ғасырларда пайда болған деген болжам бар. Көшпенділердің сәулет өнері туралы мағлұмат тым аз. Бұл олқылықтың орны осындай қорғандарды зерттеу арқылы толады. Бұл көшпенділер шаһары болуы мүмкін. Әзірге кірпіштердің қалдықтары табылды. Көне ескерткіштер тоналса да тарих үшін өзектілігін жоғалтпайды. Қимақ кезеңіне жататын қорымдар алғаш рет өткен ғасырдың 50-ші жылдары ашылған, бірақ зерттелмей қалған. Кешенді қазба жұмыстары соңғы жылдары қайта жандады.